Қазақ қайын жұртқа барып тұрған баласын күшік күйеу деп атаған. Біздің бұрынғы ата-апаларымыз отбасында ұл бала дүниеге келген кезде ұрпақ жалғастырушымыз деп қуанып, отбасында өзінің орнын болуды қатты қадағалаған. Үйленгеннен кейін қайын жұртқа жиі барғанын ұнатпайтын болған. Ал қазірше кейбір жігіттеріміз қайын жұртқа барып тұрмақ түгілі өз отбасында, өзінің үйінде отырып, ағайындарын былай жинап қойғанның өзінде туған туысқандарына қуанышын бөлісе алмай, дүниеге келген кезде тарылып қалып, қайын жұртына келген кезде жанын беруге дайын тұратын күшік күйеулер көбейіп тұр. Осындай күйеулердің әйелдері мен билігімді жүргізіп отырмын, демек мен ханшайымдай өмір сүріп жатырмын деп ойлайды. Ал бірақ өзінің ит болып өмір сүріп жатқанын білмейді. Ағайын туыстың арасында абырой жоқ еркектің ұрпақтары да абыройсыз болады. Ал сол ұрпақтар өзіңнің ішіңнен шыққан ұл қыздар екенін ұмытпаңдар. Сондықтан күйеулеріңді ағайын туыстарымен аразастыруды тоқтатыңдар, қыздар. Егер күйеуіңді хандай құрметтесең, сол кезде ханшайымдай өмір сүресің. Ал құлдай көрсең, өзің құл болып өмір сүресің.